Мә, ренжімеш, өзім сатып алам, я? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпашы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз. Ақпатшам, күте тұрыңыз. Сүйікті жеріңізге кірмей тұрып, мен сізге шағын сыйлық алдым. Бұл облачка дәретхана қағаздары 4 қабатты жұмсақ. Бір упаковкасы 1290 теңге. Бірақ сапасы 5 жұлдызды отельдегідей. 5 упаковкадан жоғары тапсырыс берсеңіз, Алматы қаласы бойынша тапсырыс тегін. Мәңіз. Мә, мынау маған бір аптаға жетеді ғой. Рахмет саған. Әй, мен кеттім, сен точно ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Мен арғай баняға баруым да мүмкін. Дұрыс, барыңыз. Түнде жай келуім де мүмкін. Дұрыс қой, енді бір дем алған соң. Достарыңызға сәлем айтыңыз. Осындай әйел кімде бар айтшы? Рахмет саған. Нем бар еді машинасын айдап. Бәсе,